Қайырлы күн әріптестер. Мен сіздерге Flippity интерактивті сервисін таныстырғалы отырмын. Google іздеу жолағына flippity.net деп жазасыздар. Сол кезде сіздерге дайын жаттығулардың өте көптеген шаблондары шығады. Мен сіздерге соның біреуін көрсеткелі отырмын. Google жолағына Flippity деп жазған кезде сіздерге жаттығулар шығады. Соның ішінен средства выбора случайного имени деген жаттығуды таңдайсыздар. Демонстрация инструкция деген батырманы басасыздар. Байқасаңыздар, бұл біздің Class.net сайтындағы рандом, WordAll-дағы случайное колесо барабанына ұқсайды. Flippity сервисінің жаттығуының ерекшелігі оқушыларды топқа, жұпқа, командаға бөлуге болады. Ол үшін сіздер қатар тұрған ұяшықтардағы соңғы ұяшықты поле деген батырманы басасыздар. Осы жерде быстрое редактирование деген батырма шығады. Сол батырманы басасыздар да оқушыларыңыздың атын жазып шығасыздар. Оқушыларыңыздың атын жазып болғаннан кейін применить батырмасын басасыздар. Енді айналдырып көреміз. Оқушыларды сабақ сұрауда, болмаса топ басшысын сайлауда, немесе өздеріңіздің шеберліктеріңізге қарай оқушылардың атауын таңдайсыздар. Енді келесі кезекте екі топқа, жұпқа бөлу үшін группы 2 деген батырманы басасыздар. Бірден сіздердің оқушыларды жұпқа бөліп берді. 3 оқушыдан бөлу керек болса, группы по 3 человека дегенді басасыздар. 4 оқушыдан болса, 4, 5 оқушыдан бөлу керек болса, 5 деген батырманы басасыздар. Егер 2 командаға бөлу керек болса, 3 командаға, яғни 3 топқа, 4 топқа бөлу керек болса, осы батырмаларды басасыздар. Егер оқушыларды өзгерткілеріңіз келсе, мына батырманы бассаңыздар, оқушылар өзгереді. Егер қайтадан оқушыларды орнына келтірулеріңіз келсе, екінші батырманы басасыздар. Ал, құрметті әріптестер, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Enter дегенге бассаңыздар, қайтадан оқушыларыңыз барабанға келіп орналасады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Іске сәт.